Бақыт болсын жастар, енді жан-жағыңыздың қолынан алыңыз. Құрметті меймандар, осы сценарий былай аттар кешіп үш жол бергендер, үш әйелдермен бірге беріңдер, әйелдермен бірге. Сендер жайландырып деп тұрсыңдар, екі сеніз бәрі бері беріңдер. Бірінші түскен келін кім? Бірінші түскен келін. Ең бірінші түскен келін. Динара. Динара түскен ең бірінші, я? Сонда кішкентай баланың айтқан сөзі, нағашымның мойнына мінетін себебім, әрбір нағашымның мойнында анамның ақ сүтінің иісі шығады деген. Міне нағашым деген қауым осындай. Сөйтіп сол бала өсіп, өніп, байып кетті дейді. Қайта салады деймін. Қолдана секунд. Жақын тұрмаңыз. Бір билейміз ба нағашылар? Жақсылап бір билеп аламыз ба достар? Нұр болыңдар. Ғалия, 8. 8-ден аздар, Аджар, Үчу. За столом болады. Нешеу сізде? Жетеу. Жетеу қалады. 8 бен жетеу. Четверг пен жұмаға қол соғыңыздар. Бері қарай келіңіздер. 7 мен 8. 8, жетеу. Екеуін қосқанда 2 кісіден 15 бала дүниеге келген құрметті ағайындар. Кім боласыз? Коллектив. Кімнің? Бірге істейсіздер. Қайда істейсіздер? Барахолка. Барахолка базары! Сіздің атыңыз? Аида. Кім боласыз? Коллектив сайын. Осында шақырыңыз. Машалла. Жоқ, сенен 7 бала деуге сенуге болады да. Неден қалай 8 бала? Құдай жандарым. Бір сыйлық бер, менен 7 бала. Неше ұл, неше қыз қазір? Неше ұл, неше қыз? 4 қыз 3 ұл. 4 қыз 3 ұл. Сізде? 6 қыз 2 ұл. Машалла. 6 періште 2 ұл берген. Так, бітеміз. Бір үлкендеу сыйлық бермесең қазір жыл. Сәл не болайын деп тұр. Сөйтіп. Қабіт тынышты. Саған барахолка емес бұл. Екеуіне бірдей берейік та, я? Балаж бар. Не сен, еміз-еме бар? Маған бар. Күйеуіңе. Осыған тірліктің бәрін сіне. Екеуіңізге болшы. Бақытты болыңыздар. 7 бала қол соққандарға жоқсты болсын. Есіміңді қуаныш. Құрметті ағайындар, бір нәрсе айтайыншы. Бір
Аға, рахметім бар еді. Бүгін Сабырхан бауырым, Алла разы болсын. Ал андай тойда сау болып тұрып, роу деп шығады. Аман болыңыздар. Егер Сабыржанға тойларыңызға жалдағыларыңыз келсе, ең бірінші бір-ақ шартымыз бар. Арақсыз болу керек болды. Арақсыз болса ғана тойларыңыз осындай дәрежеде өтеді. Арақ қойылған тойға бармаймыз. 100%. Тойыңыз құтты болсын. Аллах тағала мынау Құранға түсті деп жатсыз ғой. Құраныңызды ары қарай жүректің нұрын арттыра беріңіз. Сен неге әп-әдемі дейтін кісінің жүрегі? Жүзі аппақ, или өз қошып болады. Шашады. Сөйтке сүшіп